Hello there. Demonstrative pronounce. Олар бізде ағылшын тілінде төртеу. These, that, these, those. Қазақ тіліне былай аударуға болады. Мынау, анау, мыналар, аналар. Мыналар және аналар сөздері қазақ тілінде біз олай айтпаймыз. Бұлар қате. Дегенмен егер ағылшын тіліне ұқсатқымыз келсек, осылай да айтуға болады. Сонда бұлар бізде сілтеу есімдіктері. Бір нәрсеге саусағымызбен нұсқап көрсетіп, анау немесе мынау деп айтуға керек сөздер. Оларды өздері аттарды айтып тұр, демонстрация деп, иә? Осыған орай мен бүгін мынандай мақал шығардым. Тек қана әзіл үшін. This and that, calf and cow, анау мынау, сиыр бұзау. Өте күлкілі. Сонда біз сілтеу есімдіктерін адамға немесе затқа сілтеп көрсету үшін қолданамыз. Я? Біз оларды екі топқа бөліп алайық. Жаңағы төртеуін. Біз жақын жердегі нәрселерді мынау немесе бұл деп айту үшін this деген сөзді қолданамыз. This. Қысқа, я? This is a birthday cake. Бұл туған күн торты. Я? Жай ғана cake деуге де болады, бірақ birthday cake десек туған күн деп айтамыз, я? Ал алыстағы тұрған нәрселерге нұсқап көрсету үшін біз that деген сөзді қолданамыз. That is a full moon. Анау толық ай деп айды ренжітіп қойды. Енді жақын жерде бірнеше нәрсе тұр делік. Я, ол үшін біз these деп иді созамыз бір жолы. Жаңа this деп қысқа болса, қазір these деп ұзағырақ. These are cupcakes. Сонда біз зат есімді де көпше қыламыз. Мыналар немесе бұл кекстер. These are cupcakes. Егер американша айтатын болсақ, арлар айтылады. These are cupcakes. Ал алыста бірнеше нәрсе тұратын болса, біз оларға those деп нұсқасақ болады. Those are stars. Анау жұлдыздар. Егер американша айтылсақ, әрине арларын айтамыз. Those are stars. Those are stars. Yeah? Енді demonstrative pronounce'ты қалай дұрыс айтамыз. Соған қарайық. Қайтадан біздің TH дыбысымыз. Сіздер ойлаған шығарсыздар, біздің мұғаліміміз әр сабақ сайын осы нәрсені айта береді деп. Өйткені басында бұл бізге қиын тақырып, және сіздер үйреніп алғандарыңызша, мен үшін бұл қиын емес нәрсе. Мысалы, бәрінде біз деген дыбысты шығарамыз басында. Сосын барып тілді тартып қалып, қалған дыбыстарды айтамыз. This, that, these, those деп шығады, я, дұрыс жолы. Енді біз бұларды төртеу дедік. This және these екеуі жақын жердегі нәрселер үшін қолданылады. Мысалы, бірақ біз айттық, заттар саны көбейген кезде біз көпше түрге ауыстыруымыз керекпіз. To be етістігін де көпше түрге ауыстырамыз. This is болса, these are болып ауысады көпше түрде. Yeah? Сонда бізде that is болса, those are деп сәйкесінше ауысады. Бұл төртеуі де бізде қысқаралады, дегенмен жазбаша түрде біреусі ғана қысқарады. Ол that is, to be қысқарып, that's деп жазылатын болады, айтылуы да that's деп айтылады. Бірақ айтылған кезде мен айттым, төртеуін де қысқартуға болады. Оны қарайық. Мысалы, this is дегенде біз this is деп бірге айтып жерсек болады. This is. Yeah? These are дегенде біз a-ны қысқартқан кезде оны деген дыбысқа қысқартамыз. These are деп айтатын боламыз. That's жазбаша түрінде де айтқан кезде де өте оңай. That's. Ал those are дегенде біз айттық, a-ны ға қысқарта саламыз. Those are. Yeah? Өте оңай. Енді сол дыбыстарды тәжірибеде қолданып көрейік. This is my pen деп айту ұзақ болса, this is my pen деп сөйлемді екіге бөліп алсақ болады. This is my pen. Бұл менің қаламым. Дәл солай көпше түрде. These are my friends деп айтқанша, these are my friends деп айтуға болады. Бұл менің достарым. Аттарын айтып шығайық достарының.
These are my friends. Their names are Emily, Jack, and Sarah. Yeah? Сонда біз адамдарды жақын жерде сілтеу есімдігі арқылы таныстырсақ болады қасымыздағы басқа адамдарға. These are десе бірнеше адам таныстырып жатырық жаңағыдай. Ал бір адамды таныстыру үшін біз this дейміз. This is my brother Tom. Бұл менің інім Том деп таныстырып жатыр. Немесе басқа жолы біз hey деген сөзді қолданамыз, ол қаратпа сөз, барлығының назарын аударып аламыз өзімізге. Hey, meet my brother Tom. Менің інім Томмен таныс болыңыздар дегендей мағынада таныстыруға болады, иә? Келесі заттарды таныстыру ма? Мысалы, алыстағы тұрған нәрсе үшін біз айттық that's қолданылады. Ол өте оңай. Қысқартқан түрі жазбаша да көрініп тұр, айтқанда да оңай. That's my car over there. Анау тұрған менің көлігім деп басқаларына көлігін көрсетіп жатыр. Келесі көпше түрде. Those are beautiful flowers. Those are beautiful flowers. Деп тезірек айтылады, иә? Бұл әдемі гүлдер екен. Я? Сонда біз суретте көрсетілгендегідей интернетте, я, желідегі суреттер немесе видеоларды көрген кезде олар физикалық тұрғыда сіздің қасыңызда емес. Сондықтан олар алыста болғандықтан оларды that немесе those деп айтуға болады. Енді demonstrative pronouns ұғымына тағы да терең үңілейік. Біз айттық, сілтеу есімдіктері бір адамды немесе затты нұсқап көрсету үшін қолданылады. Yeah? Бірақ біз оны идеялар немесе ситуацияларға да қолдануымыз мүмкінбіз, абстракты ұғымдарға. Ол өте көп қолданылады ағылшын тілінде. Және мен бүгін бірнеше ғана мысалмен шектелейін дедім. Мысалы, бірінші жағдайды айтайық, қазір болып жатқан нәрсеге сіздің реакцияңыз. Yeah? This is amazing. Бұл керемет деп айтатын болса, керемет екен деп айтатын болсақ, this is amazing деп айтуға болады. Yeah? Немесе тағы бір мысал, сіз айтқыңыз келген жағдайды көрсетіп жатырсыз. Yeah? This is what I was talking about. Мен осы жайлы айтып жаттым ғой дегендей мағынада, иә? Жаңағы сөйлем өте пайдалы, негіз көп қолданылады. Келесі, бір нәрсе болған кезде, демек болып өтті, онда біз that'ты қолданамыз. That was awesome. Бұл керемет болды. Yeah? Американдықтар осы сөзді жақсы көреді, сондықтан американша айтайық. That was awesome. Awesome деп айтады, иә, олар. Керемет деп. Кішкене сленг сөз ол, көп қолданылады. Келесі, жаңа ғана болған нәрсеге түсініктеме беру. That's not fair. That's not fair. Бұл әділ емес. Yeah? Егер американша айтатын болсақ, that's not fair. That's not fair. Yeah? Келесі, уақытқа байланысты. Біз қазір ғана айттық, this and that. Өткен шақта және осы шақта екеуі екі түрлі қолданылады. Мысалы, осы шақ үшін көбінесе this-ті қолдану керек. This year has been great so far. Биылғы жыл осы уақытқа дейін керемет өтіп жатыр. Yeah? Сонда бұл суретте қарасаңыздар, мына кісі өзінің осы жылға көздеген мақсаттарының барлығына кезектеп жетіп жатыр. Yeah? Сондықтан this year has been great so far деп айтып жатыр. Yeah? Бұл жыл керемет өтіп жатыр деп. Немесе this morning was so busy. Бүгінгі таңертең өте қарбалас болды. Қолым тимей кетті деп бүгінгі күннің таңын айтып жатыр. Немесе бірнеше нәрсе болуы мүмкін. These are tough times. Бұл қиын кезеңдер. Қазір мысалы кризис болып жатыр. Қазіргі кезеңдер оңай емес деп айтып жатқандай болып жатыр, иә? Немесе айларды айтсақ болады. These months have flown by. Бұл айлар зымырап өте шықты. Иә? Уақыт зымырап өтеді. I'll never forget that day. Деп өтіп кеткен уақытты that-пен айтуға болады. Мысалы, I'll never forget that day. Мен ол күнді ешқашан ұмытпаймын деп айтып жатыр. Басынан кешкен күнін. Келесі, those were the best days of my life. Бұл кісі де өмірінің ең жақсы күндерін есіне алып жатыр. Yeah? Бұл да өткен шаққа байланысты. Келесі, demonstrative pronounce-тың жақын туысқаны бар, оның аты demonstrative
adjectives. Оларды мен сізге осындай суретпен көрсетейін дедім, айырмашылығын бірден түсінікті болады, иә? This is delicious десе, бұл біздің осы бүгін өтіп жатқан тақырыбымыз. Бұл дәмді деп тұр, иә? Бірақ сіздер суреттен көріп тұрсыздар, ол нені айтып жатқан, қарбызды айтып жатыр. Өйткені есімдік заттың атының орнына қолданылады. This is delicious. Бұл дәмді. Немесе біз adjectivesті қолдансақ, this watermelon is delicious. Бұл қарбыз дәмді, иә? Американша айтатын болсақ, this watermelon is delicious. Я, бұл қарбыз дәмді. Осындай айырмашылығы. Келесі тағы да сондай мысал, бірақ көпше түрде. These are heavy. Бұлар ауыр. Сіз бірден біліп тұрсыз, ол кітаптар жайлы айтып жатқанын, өйткені сіз көріп тұрсыз қолындағы кітаптарды, немесе кітаптарды өзі айтқысы келіп жатса, these books are heavy деп айта алады. Иә? Ал енді қашықтықтағы нәрселер, мысалы фотоны айтсақ болады. That is a perfect photo. Анау немесе бұл тамаша фото. That photo is perfect. Анау фото керемет. Немесе мына фото керемет. Иә? Егер американша айтатын болсақ, that is a perfect photo. Олар тыны д сияқты айтады. Photo деп. That photo is perfect. Және рын айтатын болады. Енді бірден adjective-қа ғана мысал келтірейін дедім. Өйткені кейбір жағдайларда those are crazy десеңіз, мыналар жынды десеңіз, түсінбей қалады адамдар сізді. Сондықтан егер зат есімді айтатын болсақ, those prices are crazy дейтін болса, бұл бағалар ақылға қонбайды. Бағалар көп кетті дегендей мағынада заттың мүмкін атын айтқан дұрысырақ болады. Иә? Осы жағдайдағыдай. Енді adverbs of place, мысалы оларға here and there деген екі сөзді келтіргім келді. Біз мысалы жаңағы бері айтып жатырмыз. Жақын жердегі нәрсеге біз this деген сөзді қолданамыз, алыстағы нәрселерге that деген нәрсені қолданамыз. Бірақ қазақ тілінде ондай екеу ғана емес, бізде есімдіктер көп. Мынау деген, дәл тұмсығымыздың астындағы тұрған нәрсені мынау десек болады. Бұл дегенде ол жақын жерде, орташа қашықтықтағы нәрселер үшін сол деуге болады, алыстағы нәрселер үшін анау деуге болады. Менің түсінігім бойынша қазақ тілінде осылай бөлуге болады есімдіктерді. Ағылшын тілінде екеу ғана дедік. Соларға бүгін өте ұқсас сөз бар. Ағылшын тілінде де, қазақ тілінде де ол here жақын жердегі жер үшін, the алыс жердегі жер үшін. Сонда мына жерде, ана жерде, мында, анда деп айту үшін керекті сөздер. Бұлар өте пайдалы болады деген ойда мен бұларды да қосқым келді. Мысалы, I'm right here. Мен дәл осындамын. Сонда сіз жақын жерде нәрселер үшін, мысалы, жер үшін here дей аласыз. Американша айтылы here. Рыс айтылады here. Ал мысалы адам сізден қашықтықта тұр дейік, мен мындамын деп айту үшін look, I'm over here. Look деген қара деп қаратпа сөз, қараса мен мындамын деп жатыр. Look, I'm over here. Немесе I'm over here деп айтып жатыр. Ал алыстағы нәрселер үшін there деген сөзді қолданамыз. Don't go there. It's dangerous. Ана жерге барма. Ол қауіпті. Онда барма. Немесе don't go there, it's dangerous деп айтып жатыр. Ал over there ол өте оңай, өйткені ана жерде деген сияқты. Мысалы, I live over there. Мен сонда тұрамын дейді. Немесе американша айтылуы over there. Сонда over here мұнда, over there анда. Here and there. Анда мұнда дегендей мағынада. Бұларды да біз санына қарай to be етістігін немесе заттың санын жалғауын өзгертуіміз керекпіз. Мысалы, here is бір нәрсе, here are бірнеше нәрсе. Сол жақта there is, there are деп айтылатын болады. Ал қысқартып айту үшін біз жаңағыдай сөзге to be'ді қосамыз. Here is, here are. There is, there are деп айтатын боламыз. Американша айтылы here is, here are, there is, there are. Өте оңай. Мысалы,
қай жағдайда қолдануға болады? Мысалы, here are your presents. Міне сенің сыйлықтарың. Сонда бізде here here you are дейді, мысалы, мінекей, алыңыз дегендегідей, иә. Сонда міне дегендей мағынада қолдануға болады. Міне сенің сыйлықтарың деп беріп тұр. Сондықтан өте ұқсас болған соң мен оларды қосқым келді. That's it for today. Көп рахмет. Осымен бүгінге бітті сабағымыз. Thank you very much.